Мысалы, Арыстанның менен алар көп. Бірақ мен одан не аламын? Сұрақ сізге. Не алады сізден? Маржанды ма? Жоқ. Енді қарасаңшы, мен қазір сөйлеп жатырмын, дұрыс па? Бір адам керек болып тұр ғой мына жерде, бір маған төтеп бере алатын. И осы адам қазір келіп тұр да маған сөйлеу үшін. Басқа неге ешкім сөйлемейді? Неде бір адам сұрақ қойғызып Неге сізге төтеп беру керек? Сіз таныстық алаңында соғыста жүрген жоқсыз ғой, не болды? Енді қарасаңшы, үміткер келеді, дұрыс па? Иә. И бәрі андай атака жасайды да. Сіздің өзіңіз арасында маған кішкене апперкот беріп қоясыз да, мысалы. И мен жарайды дей саламын. Понимаете? Бірақ мәселе, мен үміткермін ғой. Маған ешкім қызық емес. Мен ешкім өміріне араласпаймын. Мен Маржанмен сөйлесуге келдім ғой. Мен сөйлеймін ба, сіз сөйлейсіз ба? Мен диалог болып жатыр, мәселе ода емес. Хорошо. Онда сөйлеп алыңыз, сосын сұрағыңыз четкий қойыңыз, мен сізге жауап беремін. Мен білмеймін, сіз менімен сөз таластыруға келген сияқтысыз тіпті. Жоқ, мен не істеймін сіздермен, вообще сіздер маған қызық емессіздер. Маған мына кісі қызық болды. Қызық болса, алып шығып кетсеңіз болады. Ал мен түсінбеймін, сіз менімен бір ерегісуге келген сияқтысыз. Мысалы, Арыстанның және де Қосаев парақшасының историяларын бүгін мен жүргізетін боламын, сондықтан қайырлы күн достар, біз сіздерді асыға сағындық, және де Қосаев парақшасының историяларын бүгін мен жүргізетін боламын, сондықтан қатысушыларға күшті сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Ақерке, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Сіз сүйген үшін мен сізге желін сұрақ қоймаймын. Қиын сұрақ қойым бәрібір де. Сүйсеңіз де қоя берем, иә? Қоя бер, любой сұрақ. Сержанмен кездесу қалай болды? Қашан? Осы соңғы кездесулеріңіз. Соңғы. Или одан басқа бар ма тағы? Келіншайдағы ма? Иә. Одан басқа Беташарда көрдім. И корпоративта көрдім. Кездесу дегенде, как обычно ғой? Білесіңдер ғой, өздерің жалпы біздің общениеміз қандай екен. Жүрек сықтап кетті ма? Көрермендерге айтайық. Жоқ, халыққа да басқасына да айтатыным, жүрек деген ол жақсы көретін адамға қарсы сықтайды ғой, кішкене суып қалғанда. Сен немен бетіме қарап күліп отырсың? Сосын? Жоқ, енді суып қалғаннан кейін, ничего, когда ты ничего не чувствуешь, ол кезде просто андай да, дұшпан болып қалғым келмейді и дос та болғым келмейді. Андай телефонда иногда режим без звука қойған кез вибрация қосылып кетеді ғой, сондай болып жатқан жоқ па? Жоқ. Шыныңызда режим без звука қостым деп, бірақ вибрировать етіп жүрек. Жоқ, ондай болып жатқан жоқ. Айнамандар, бізде бәрі тоқтады, Айнұр өзің сөйле. Құрметті көрермендер, егер біз